Асылхан Табылдыұлы Бекбаев Берлин аспанын найзағайдай қақ жарып, фашизм қамалын қиратып, 1945 жылдағы ұлы жеңісті жақындатқан батыр. Сол бір отты көктемде атылған бомбалары бүгінгі бейбіт таңның іргетасына айналды. Бүгін оқтаусы өшкен, балалар күлкісі өскен тыныш өмір бар болса, оның әр ұшқынында Асылхан атаның ерлік шарығы бар. Берлинді алған батыл соққысы қазіргі еркін елдің, бейбіт жердің берік тұғыры мен бақыт құрылы. Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои, но далекому мужеству в огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил, хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь? Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? Плещет вечный огонь. Вот. Бұндай мінеки оқу орындары мұнда болмады. Соны қайтадан ашу үшін талай жерге бардым. Вот. Алматыда болып, сонау Москваға дейін бардым. Солардан барлығында мінеки бұлай шыққанда рұқсатын алып, олардан сол көмек алып, барлығын әкеп осында мінеки Құдайға шүкір. Сондықтан мынау педколледжі ашылды ғой әйтеуір. Мұхтар өзі Қаныш Сәтбаев оқыған жердер. Сондықтан мен енді бұлайша айтқанда өзім қуанамын. Тарихы ерекше еді ғой бұл оқу орны. Асылхан Табылдыұлы Бекбаев директорлық қызмет атқарған тұсында жоғары білікті мамандарды даярлаған үшін училище, КСРО және Қазақ КСР ағарту министрлігінің ауыспалы қызыл тумен 3 мәрте марапатталды. Бекбаев Асылхан Табылдыұлының қажырлы еңбегі мен басшылығының арқасында Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжі бүгінгі таңда Қазақстандағы беделді, тарихи әрі заманауи білім беру мекемесінің біріне айналды. Бұл колледж Алаш арыстары негізін қалаған еліміздегі алғашқы мұғалімдер семинариясы. 1903 жылы ашылған оқу орны қазақ педагогикасының алтын бесігі.
2012 жылы тағзым жобасы аясында оқу орнымыздың директоры Жанаева Шағангүл Алдамжар қызының бастамасымен Асылхан Табылдыұлы Бекбаев атындағы атаулы дәрісхана ашылған болатын. Алаштың ордасында еңбек еткен, бүгінде мына бізге аты жеткен. Әрісі ұрпағына үлгі болып, әлемге орда даңқын әуелеткен.